немесе психологияда айтқанда проработанный дейді. Сіз өзіңіздің қате кемшіліктеріңізді реттеген тұлға ретінде мықты дамыған адамсыз. Тұлғалық даму туралы айтылып атқан нүктеде баратын жері осы. Адам баласы қайтсе жан тыныштығын игереді. Жан тыныштығы деген мағына, мен айтқым келген мағына, бұл жаныңыздағы болып атқан уақиға, сіздің жаныңыздағы адамдар қандай халде болса да, қуаныш болсын, қайғы болсын, қандай бір жағдай болсын, сізді өз калияңыздан, өзіңіздің жағдайыңыздан шығармаса, сіз бәрін соны қарапайым жақсы қабылдап, керегенше қабылдап, керегенше мәміле жасасаңыз, және де соның барлығын